Жетінші тарау еркектің рөлі. Бірінші басшы, екінші қорғаушы, үшінші асыраушы. Еркектің туа бітті қасиеттері. Еркек отбасына басшы, қорған, асыраушы болады. Әрі ол стресске жеңіл қарсы тұрады. Маңызды шешімдерді оңай қабылдайды. Отбасын қорғауға келгенде табанды. Еркекке кеңесті қалай жұмсақ жеткізу керек. Солай сияқты, соған сенемін деген секілді сөздерді қолданған жөн. Өзіндікін дәлелдеуге тырысып, айтқаннан қайтпай қатып қалуға болмайды. Кеңес айтқанда қаласаң қолдан, қаламасаң қолданба деген ұстанымда болу керек. Өзінің одан көп білетініңді білдірме. Жоспар құрып, шешімін айтып, көп ұсыныстар айтып кетіп жүрме. Өзіңді анасы секілді ұстама, аяушылық білдірме. Еркек сияқты сөйлеспе, еркектер секілді істі егжей-тегжейлі талқылап кетпе. Әйел қалай қолдау керек? Әйел еркекке бойұсынғанда, оның лидерлік ойларымен келіскенде некеде гармония орнайды. Бірақ үнемі олай бола бермейді. Әйел еркектің ойымен келіспейтін жағдайларда да туып жатады. Әйел күйеуінің пікірімен келіспеген жағдайда. Есте сақтаңыз, сіз идеяны емес, оның айтушы адамды қолдайсыз. Ондайда күйеуіңізге сіздің пікіріңізбен келіспеймін, бірақ сіздің өз дегеніңізді істегеніңізді қалаймын. Нәтиже қандай болса да сізге қолдау білдіремін деңіз. Әйелде күйеулеріңізбен жиі келіспей жатады. Көбіне ақшасынан айырылама, бизнес жоғалтама деп қорқады. Алайда тәуекелге бармай еркек қанша жетістікке жетіп еді. Оған Авраам Линкольннің өмірі дәлел. Онымен келісіп қателесуіне мүмкіндік беріңіз. Материалдық жағдайдан бақытты отбасы маңыздырақ. Еркек күмәнданса. Кейбір еркектер ұзақ ойланады, шешімді әрең қабылдайды. Ондайда күйеуіңіздің қорқынышынан арылуға көмектесіңіз. Неге сонша сөз бақтайсың? Қорқатын дәнеңе жоқ дегеннің орнына, қымбаттым, сенің не сезіп тұрғаныңды біліп тұрмын. Бұлай ұзақ ойланатын жөнің бар. Сенің орнында мұндай маңызды шешімді мүлде қабылдай алмас едім деген дұрыс. Мұндай пікір оның батылдығын тудырары анық. Еркекке кеңес бергенде немесе қолданғанда оның лидерлік қасиетіне екпін түсіріңіз. Әйел күйеуіне бағынбаса. Әйел күйеуіне бағынбаса, үлкен проблемалар басталды дей беріңіз. Сәтсіздіктен қорқудың қажеті жоқ, қандай жағдай болмасын, күйеуіңіздің артынан еріңіз. 8-ші тарау. Еркек қорғаушы. Еркектің сізді қорғауға деген ниеті. Еркек табиғатынан әйелін, балаларын қорғау үшін жаралған. Оларға өзін батыл сезінген ұнайды. Сондықтан отбасын қорғауына алғанда өзін бақытты сезінеді. Еркек әйелін неден қорғайды? Еркек әйелін қауіп-қатерден, ауыр жұмыстан, өмірдің түрлі қиындықтарынан қорғайды. Әйелдің ойы. Әйел өзін еркектің қорғағаны қаншалықты қуаныш әкелетінін сезбейді. Көп әйел еркектің жұмысын күйеуім мені бағалайды деп мойнына алып алады. Алайда бұл үлкен қателік. Еркектің ойы. Алғашында өзін қорғаушы сезінеді. Алайда біраз уақыт өткеннен кейін әйелінің көп істі өзінсіз істей алатынын көреді. Өзі де түсінбейді, бірақ солай әйелінен алыстай бастайды. Еркектің рыцарлығын қалай ояту керек? Еркек әйелді қорғау арқылы өзінің еркектік қасиеттеріне тәнті еттіреді. Сондықтан үнемі оның батылдығына, күш-қуатына сүйсініңіз. Ауыр жұмысты мәселелерді шешуді өз мойныңызға алмаңыз. Тапсырма. Күйеуіңізге мені кез келген қауіп-қатерден қорғайтын өзін секілді жанның барына қуаныштымын. Сенсіз өмірім оңай болмас еді деп айтыңыз. 9-ші тарау. Еркек асыраушы. Ерте заманнан еркек асыраушы, ал әйел бала туушы ретінде белгілі. Қазіргі заманда жұмыс істеуші әйелдер де өте көп. Егер оның энергиясы жұмысқа да, үй шаруасына да жетіп жатса, әйелі де күйеуі де бұған келіссе, мүмкін жұмыс істей беруіне де болар. 10-шы тарау. Күйеуіңізді номері 1-ші жасаңыз. Еркекке өзін 2-ші орынға емес, үнемі 1-ші орынға қоятын әйел керек. Ол үнемі 1-ші болғысы келеді. Ал күйеулерін үнемі 1-ші орынға қоятын әйелдер аса көп емес. Көпшілігінде 1-ші орынға басқа дүниелер шығып кетеді. Мысалы, балалар. Бір әйел үнемі балаларын 1-ші орынға қоятын. Күйеуімен де қарым-қатынасы жақсы болады, алайда 2-ші орында.
Ол асыраушы рөлінде болғанымен өзін патша сезінбейтін. Нәтижесінде не болды дейсіздер ғой? Ол еркек оңашада әйеліне жұмсақ әрі нәзік қарым-қатынас жасайтын. Балаларына да солай. Ал барлығы бірге отырғанда әйеліне де балаларына да ызасы келіп қала беретін. Тіпті тағы балалы болатындарын білгенде көңіл күйі түсіп кетті. Күйеуін бірінші орынға қою балаларға көңіл бөлінбей қалады деген сөз емес. Қайта керісінше балалар ата-ананың бір-біріне деген ерекше махаббатын сезініп өседі. Үй шаруашылығы. Кейбір әйелдер үшін күйеуінен де үй маңызды болып кетеді. Үй шаруасы, ремонт, жаңа жиһаз миының бәрін жаулап алады. Патшасынан сарайы қашан маңыздырақ болып еді. Сырт келбет. Ер адамдар өзіне арнап күтім жасалған әдемі киінген әйелді жақсы көреді. Ал егер әйел күні-түні дүкен аралап, косметолог жағалап кетсе, басқа адамдар үшін жасанып жүр деп ойлайды. Өзін басты адам сезінбей қалады. Ақша. Әйел күйеуінің түрлі нәрселерге ақша салуына қарсы шыға бастайды. Балалардың біздің болашағымызды ойла деп келер қауіптен сақтандырмақ болады. Солай материалдық жағдайға акцент жасай береді. Сол арқылы күйеуінен эгосына тиіп ақшаны жоғары қояды. Әйелдің ата-анасы. Әйелдің күйеуінен гөрі ата-анасының махаббаты басым болса, еркек өзін бірінші орында сезінуден қалып, тіпті әйелінің ата-анасына іштей реніш, қарсылық сезім орын алуы мүмкін. Карьера, талант, өзге де қызығушылықтар. Көптеген еркектер әйелдерінің қызығушылықтарына қолдау білдіргісі келеді. Кейде мұндай қызығушылықтар шектен шығып бара жатса, күйеулері әйелдерін үйден тыс өткізетін уақытынан қызғанып, кейде ренжіп те жатады. Пандораның қорабы. Некеде тұрғаныңызға біраз уақыт болып, кейін осы кітапты оқып сүйікті әйел болу үшін осындағы кеңестерді қолдана бастасаңыз, күйеуіңіз де Пандораның қорабы аталатын қарсылық реакциясы туындауы мүмкін. Аяқ астынан өзгергеніңізге қарап, оның ашуы келеді. Бұл бірнеше жылдан бері ішкі қорапқа айналған ашу. Ондайда әйел түсіністік танытып, әрекетін жалғастыра беруі керек. Ашу тарқап, ішкі қорабы босаған соң еркек те өзгере бастайды.